Достар, барлығына сәлем. Ал видео басылмас бұрын мен Айкаға, Айзереге, Хамидаға, Ақнұрға, Жанияға, Айданаға, Мариямға, Дәуренге және Гүлдерге сәлем жолдағым келеді. Мені көріп жүргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеода саған сәлем жолдағанды қаласаң, арнаға жазылып, комментарийға өз атыңды жаза кетсең болады. Ал онда біз бастаймыз. Сәлем, менің ең бірінші жігітім мен 17 жаста болған кезде пайда болды. Оның аты Мейкл. Мен сабақты жанталасып оқыған кезде ол сабақты мүлдем қарамайтын, бірақ сонда да тапсырмаларды менен жақсырақ шешетін. Мен Мейклмен бірге өзімді қорғалғандай сезінетінмін. Бірде бізге екі ірі еркек жақындады. Мен қатты шошып кеттім, бірақ Мейкл түкте қорықпады. Ол жай олармен сөйлескен кезде бәрімен тіл табысып кетті. Мен оның қорқып немесе уайымдап тұрған өмірімде көрген емеспін. Сондықтан оған өте көп қыздар өлердей ғашық еді. Сосын мен оны ата-анама таныстыруға апарғанда мен қобалжыдым. Себебі ол ата-анама ұнай қоятын жігіттің бірі емес еді. Мен Мейклдан өзін-өзі жақсы ұстауын сұрадым. Ол келісті, бірақ үйге кірген соң өзін кәдімгідей ұстады. Ол өзімен өзі болды және бізге неше түрлі қалжыңдарын айтты. Менің әкем бұған разы болған жоқ. Ол мектепте қалайсың, болашақта қандай армандарың бар деп сұрай бастады. Бірақ Мейкл менің әкем ұнауға тырыспады да. Ол рок жұлдыз болғысы келетіндігін айтты. Менің анама ол қатты ұнады, ал бұл әкемді одан да қатты ашуландырып жіберді. Ол кетіп қалған соң әкем, сен енді онымен кездеспейтін боласың деді. Мен бұны әкем ашуланған соң жай айта салған шығар деп ойладым. Келесі күні мен Мейклмен кездескім келген кезде әкем есікті жауып, сен 18-ге толған кезде ғана үйден шығатын боласың деді. Бірақ мен әкеме хат жазып, не де болса қашып кеттім. Бәрі жақсы еді, бірақ мен Мейклдің қызықты қылықтарын байқай бастадым. Мысалы, ол бір кісінің мұзда құлап жатқанын көріп күлді. Біз рестораннан білмей ақша төлемей шығып кеткенде, мен қайтадан барып төлейік дедім. Бірақ ол, біз тегін тамаққа лайықпыз деп төлемей қойды. Сосын мен әкемдікі дұрыс деп шешіп, онымен кездескенді қойдым. Енді әкем менің үй қызы екендігіме қуанышты. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге, назарларыңызға көп рахмет.